Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге сгущенка қосылып жасалатын өте дәмді әрі қарапайым пирогтың рецебімен бөлісемін. Пирогтың құрамы қол жетімді заттардан тұрады, әрі жылдам дайындалады. Қажетті заттардың құрамын төменде описание бөлімінде жазып қалдырдым. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқамызды саламыз. Оның үстінен қантымызды саламыз. Миксердің көмегімен көлемі 2 есе ұлғайғанша әппақ болып көпіргенге дейін араластырамыз. Миксердің жай жылдамдығынан бастап шайқаймыз. Енді үстінен сүтімізді, күнбағыс майын құйып, тағы бір жақсылап араластырып аламыз. Үстінен сгущенкамызды құйып, миксердің көмегімен тағы да 1 рет араластырамыз. Алдын ала електен өткізілген ұнға қопсқышты қосып, 2-ге бөліп саламыз. Каналда шығатын жаңа рецептерді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Дайын болған массаны формаға құйып, алдын ала қызған пеште 180 градуста 25 минут пісіреміз. Біздің пирогымыз дайын. Пирогымыз суығаннан кейін үстіне сгущенканы құйып сәндейміз. Пирогтың бетін өз қалауыңызша әсемдесеңіз болады. Сіздерге дайындап көруге кеңес беремін. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде менің рецебіммен жасап көріңіздер. Менің видео рецептерім сіздерге ұнаған болса, арнама міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сіздермен болған Жансая.